Сәлеметсіңдер ме, балалар? Отыра қойыңдар. Бүгінгі сабағымызды, балалар, бүгін бізде математика сабағымызды бастамас бұрын алдымен көңіл күйімізді жақсарту мақсатында психологиялық ахуал қалыптастырып алайық. Бүгін жарқырайтын күн. Бірлікпен білімге ұмтылайық. Біз мықтымыз. Мен армын, сенемін, мен жасаймын. Бірлікте білім, ынтымақта жеңіс. Тамаша, жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгін біз сабағымызды 10 балдық жүйемен жейде алдарыңызға бір жейдеден тараттым. Яғни, әр тапсырманың өзінің дескрипторы бойынша балы болады. Сол балды жинап отырсақ, біз сабақтың соңында тиісті балдарымызды аламыз. Яғни, мен сендерге әр дұрыс жауапқа, ол 1 бал болама, 2 бал болама, мынандай түймеден не істеймін? Таратып отыратын боламын. Өткен сабақты пысықтау мақсатында балалар қазір сендерге мен бірнеше тапсырма дайындап әкелдім. Алғашқы тапсырмамызды ашып көрейік. Кім дайын? Кім жауап береді, балалар? Раяна. 6 көбейтілген 3 қосылған 4 өрнегін үлестірімдік қасиеті бойынша түрлендір. 6 көбейтілген 3 қосылған 6 көбейтілген 4. Тамаша, жарайсың. Келесі. Бұның бәрі өткен тапсырма, балалар, кім? 8 көбейтілген 5 қосылған 8 көбейтілген 2 өрнегінің мәні тап. Мәні 56. Тамаша, жарайсың. Салтанат. А көбейтілген жақшаны ашамыз. В қосылған С. А тең 4 үтір. В тең 6. С тең 3 болады. Өрнегі 4 көбейтілген жақшаны ашамыз. 6 қосылған 3. Мәні болады 36. Жарайсың, тамаша. Даяна. 5 көбейту 7 қосу 2. Бұл есепте үлестірімділік қасиетімен шығарып көр. 5 көбейту 7 қосу 5 көбейту 2. Тең болады 45. Тамаша, жарайсың. Есмина. Үлестірімділік қасиеттің формуласы қандай? А көбейтілген В қосылған С. А көбейтілген В қосылған А көбейтілген С. Жарайсың. Енді балалар, осы жерде мен, бұл жерде дескриптор 1 бал. Мен қазір жауап берген оқушыларға 1 бал бере қояйын. Салтанат. Содан кейін бізде Раяна мен Нұрислам, екеуі бір түймеге ие болды. Бере қой Нұрисламға. Жапсырып қойыңдар. Келесі тапсырма. Омар жауап бере қой. Периметр 24 сантиметрге тең. Ұзындығы 8 сантиметр. Енін тап. Оның формуласы пи бөлу 2 азайтылған А. Ол үшін 24-ті 2-ке бөліп, одан 8-ді азайтамыз. Жауабы 4 сантиметр болады. Тамаша, жарайсың, Омар. Ала қой. Жейдеңе жапсыра қой. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 32 көбейту 2, 320 көбейту 2, 32 көбейту 20 түріндегі көбейту тәсілдері. Бау-бақ құрылысы. Сабақтың мақсаты кестеден тыс мынадай жағдайларда 32 көбейту 2, 320 көбейту 6, 32 көбейту 20 түріндегі көбейту тәсілдерін ауызша көбейтуді орындау. 3 таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану. Көбейтілген 2 балалар 36, ол қандай сандардың қосындысынан тұрады? 30 бен 6-ның қосындысынан тұрады. 30 бен 6-ны қосып, оны 2-ге көбейтетін болсақ, жеке-жеке енді әрбір қосылышты 2-ге көбейтіп шығамыз. 30 көбейтілген 2 қосамыз,
6 көбейтілген 2. Бұл балалар бізде кестеден тыс болғандықтан біз 36 санын қандай сандардан қосындысы екенін тауып алдық. Енді жеке-жеке көбейтіп көрейік. 30-ды 2-ге көбейтсек 60, 6-ны 2-ге көбейтсек 12. 60 пен 12-ның қосындысы болады бізде 72. 36-ны енді 360 деген сан ол қандай сандардың қосындысынан тұрады? 300 бен 60. Тамаша. 300 бен 60-тың қосындысы 2-ге көбейту үшін алдымен біз жеке-жеке әрбір қосылышты көбейткіште жеке-жеке көбейтеміз. 300 бен 2-ге көбейтіп, 60-ты 2-ге көбейтіп, олардың көбейтуінің мәнін біз қосамыз. Көбейтейік шығалар. 300-ді 2-ге 662-ге қосайық. 600 бен 20-ның қосындысы болады 20. Демек, 360 көбейтілген 2, 300 бен 2-ның көбейтілісіне, 60 бен 2-ның көбейтілісіне қосындысына тең екен. Ол болады бізде 720. Енді бала 36 көбейтілген 20. 36 бізде қандай сандардың қосындысы? 30 бен 6-ның қосындысы біз көбейтеміз 20-ға. Бұл жерде де әрбір қосылышты жеке-жеке көбейткішке көбейтіп, соңында 2 көбейткішінің мәнін қосамыз. 30-ды 20-ға көбейтеміз. Қосамыз 6 мен 20-ны көбейтеміз. 30-ды 20-ға көбейтсек, қанша шығады? 600. 6 мен 20-ның көбейтілісі 120. 600 бен 120-ның қосындысы 720-ға тең болады. Демек, балалар, 36 көбейтілген 20, 30 бен 20-ның көбейтілісін біз қосамыз. 6 бен 20-ның көбейтілісіне. 600 бен 120-ның қосындысы болады екенімізге 720. Шығарып болсақ, бірінші топтан кім айтады? Анели айта ғой. 23 көбейтілген 2, 20 көбейту 2, қосу 3 көбейту 2, тең 46. Тамаша, жарайсың. Микрофон аламыз ба? Анели, Аян айта қойшы. 200 көбейту 2. Бірінші берілгенді оқимыз. 230 көбейту 2, 200 көбейту 2, 30 қосу 30 көбейту 2, тең Тапсырма, Бағжан. 23 көбейту 20, тең 20 көбейту 20, қосылған 3 көбейтілген 20, тең болады 460. 460. Жарайсың, Бағжан. Ала ғой. Ала ғой. 34 көбейту 2, 30 көбейту 2, қосылған 4 көбейту 2, тең болады 68. Тамаша, жарайсың, Ақтаң. Ала ғой. Келесі, Тәуекел айта қойшы. 40 көбейту 2, тең 300 көбейту 2, қосу 40 көбейту 2, тең болады 680. Тамаша, жарайсың, Тәуекел. Келесі, кім айтады? Айша айта ғой. 34 көбейту 20, тең 30 көбейту 20. Тең Қосу. тең Тең емес, қосылған. Енді екінші көбейткішті айтсақ. қосылған 4 көбейту 20. Тең болады 680. Жарайсың, Айша.
Ал үшінші топ енді үшінші бағанды түсіндіре отырып бізге есептеп береді. Ғабидулла. 13 көбейтілген 3 тең 10 көбейтілген 3 қосылған 3 көбейтілген 3 тең болады 39. Жарайсың, Ғабидулла. Отыра ғой. Тағы кім айтады? Кәусар айта ғой. Кәусар. 13 көбейтілген 30 тең 10. Көбейткішке жеке-жеке көбейтеміз. 10 көбейтеміз. 10 көбейту 30 тең қосылған 3 көбейтілген 30. Енді екі көбейткіштің мәні. 10 көбейтілген 30 қанша? 390. Қосамыз. 3 көбейтілген 30. Ол болады. 390. Ол болады қанша? 30 бен 3-тің көбейтіндісі? Қанша болады балар? 36. 90. Сонда 300 бен 90-ның қосындысы? 390. 390 болады. Кәусар, сен түрде жауап береміз. Ал балалар, енді бізде үшінші есеп. Назарымыз экранда болсын. Бақ пен гүлзарды безендіруге шеберлер бір айда 20 кішкентай өсім және 3 қыш құмыра жасады. Шеберлер 3 айдың ішінде барлығы қанша бұйым жасап шығарды? Енді балалар, бұл бізде сендердің оқулықтарында да тұр. Үшінші есеп, бұл шартты есеп. Қазір тақтаға бұны дәптерде де тақтаға салтанат шыға ғой. Есептің шартын жазып, шешуін тауып көрейік. Үш айда белгісіз бұйым екен, салтанат. Не істейміз? Жақшаны ашып. Бірінші не істейміз? Бір айдағы бұйым санын тауып аламыз, е? Не істейміз оны? 20 мен 3-ті қосамыз. Дұрыс. Қанша болады? 23 бұйым. Бұл қанша айдағы? Бір ай. Жақшаның ішіне біз жазып қояқ. Бір айдағы деп, е? Бір ай. Енді сұрағымыз бізде 3 айды тапып тұр, е? Ал, не істейміз енді, салтанат? 23-ті көбейтеміз 3-ке. Тамаша. 3-ке. Мәні 69. Тамаша, жарайсың. 69. Бұл бізде қанша ай? 3 ай. 3 ай деп таптық. Жауабы? Жауабы 3 айда 69 бұйым жасалды. Тамаша, жаза ғой. Үш айда 69 бұйым жасалды. Жарайсың. Бұл жерде есептің шартын құрастырғаның үшін және барлығын тапқаның үшін, 3 айдағы бұйымды тапқаның үшін 1 балл беріледі. Сонда 2 балға ие боласың. Жасалды. Тамаша, жарайсың. Ала ғой, 2 балл. Ал енді балалар, 4-ші тапсырма ол жұптық жұмыс. Қазір кестені пайдалана отырып, әр жұп бір теңдік, бір теңсіздік құрастырып жазамыз. Кәнекей, жұбымызбен. Қан? Екеуін бір жұп. Бір теңдік, бір теңсіздік құрастырамыз. Тәуекел, Нұрия екеуін. Қан? Кестені пайдаланамыз 4-ші есептегі. Ал, жазыңдар балалар. Бір теңдік, бір теңсіздік құрастырайық. Кән бірлесе отырып. Жұптасып жасаймыз. Оқи қойыңдар.
300 көбейтілген 2 тең 450 қосылған 150. Тамаша. 600 болады. 640 бөлінген 8 40 ол 45 көбейтілген 3 тең кем. 3-тен кем. Тамаша. 2-2 балдан ала қойыңдар. Ал 3-ші топтан Салтанат пен Ғабидулланың жұбы айта қойыңдар. 120 қосылған 253 900 азайтылған 527 тең. Екеуі тең бола ма? Тең болады. Аха. 450 қосылған 150 45 көбейтілген 3 450 қосылған 150 керек қарай. Артық па? Артық па? Кем ба? Артық. 450 қосылған 150 ол артық па? Салтанат көмектесіп жібер. Артық. Тамаша. 2 бал. Салтанатқа 2 бал. Жарайсыңдар. Енді, мына сергіту сәті бар, соны неғып салайын ба? Ал енді балалар, кезекті сергіту сәтіне береміз. Сергіту сәті бұл жасанды интеллект бойынша жасалған. Қазір аздап сергіп алайық. Орындарымыздан тұрамыз. Болды. Ал енді балалар, келесі бізде 5-ші есеп, ол топтық жұмыс. Қазір әр топ өз бір-бір бағаннан берілген есептерді топ бойынша, яғни бірлесіп, ынтымақтасып, 5-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Кәнекей. Міне. 1-ші бағанда, 2-ші топ. 2-ші бағандағы тапсырманы бәріміз бірлесеміз. Кәнекей. Жақындаймыз, бірлесеміз. Тапсырманы орындаймыз. Ал 2-ші топтан Хадия оқи қой. 9 қосылған 1 көбейтеміз 70 тең болады 700. 4 қосылған 3 4 пен 3 пен қосындысын көбейтеміз 40 тең болады 280. 30 пен 50 қосындысын көбейтеміз 4 320. 20 мен 60-ты қосындысы көбейтеміз 9 тең болады 720. 80-ді 9-ы көбейтсек 720 болады. Дұрыс, тамаша, жарайсыңдар. Бұған 1 бал беріледі балалар, әр топтың мүшелеріне. Ал енді балалар, сабағымыздың соңында бүгінгі сабақ бойынша қаншалықты түсінгеніміз бойынша келіп айтасыздар. Мен сабақтың басында сіздерге осындай бір түйіндеме қойған болатынмын. Қазір осы бойынша, түйіндемелер әдісі бойынша келіп, барлығын түсінсек, жасыл ұяшыққа, сұрақтарың бар болса, сары ұяшыққа, түсінбесеңдер қызыл ұяшыққа біле қойыңдар. Сұрақтары бар болса, сары ұяшыққа, түсінбесеңдер қызыл ұяшыққа біле қойыңдар болады. Ешкімде сұрақ бар? Балалар, үйге 72-ші сабақтың 6-ші тапсырмасын үйге беремін. Өрнектің шығарылу жолын есептеп келеміз. Тапсырма түсінікті ғой? Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.
Аз болыңыз.